Сәлем қыздар. Бүгін сіздерге осындай майонезбен 40 қабат бәдірен қосып жасалатын, тез дайын болатын, өте жеңіл салат әзірлейтін боламыз. Капустамызды қатты жерін алып тастаймыз, өзектері керек емес. Майдалап турап, 1 шай қасық толтырып тұз қосып араластырамыз да, сөлі бөлінгенше 10-15 минутқа жауып қоямыз. Капустамыз маринадталғанша бәдіренімізді ұзынша етіп турап дайындап қоямыз. Укропты майдалап турап, міне капустамыз осылайша тұздалып, жақсылап сығып, артық суын төгіп тастаймыз. Енді салатты жинақтаймыз. Бәдіренді, укропты қосып, қара бұрыш және мен чеснок қосып жатырмын, ол міндетті емес. Осындай терканың көмегімен пюреобразный жоқ қыл жеретінде етіп, барынша өткізіп тастайсыздар да қосасыздар. Банкадағы кукуруза, майонез, қаймақ та пайдалансаңыз болады. Капустаны тұздағаннан кейін тұз қоспадым, бірақ сіздер дәмін көріп, егер аз болып жатса, қосып, араластырып, міне салат дайын. Өз қалауыңызбен әсемдеп, дастарханға ұсынсаңыз болады. Ас болсын!